Thought I found a way, yeah, but you never go away. Табиғатта өсіп тұрған әрбір ағашқа қамқорлық танытуымыз керек. Неге? Себебі біз әлемді организм. Ендеше бүгінгі сабағымызда біз таза болса табиғат, адам аман болар, адамзат тақырыбында эссе жазайық. Қанекей, бәріміз жұмысқа кірісейік. Таза қала сізден басталады. Қазақстан жері кең, бай, байтақ, құнарлы, тарихи естеліктерге толы, бәріміздің туып өскен мекеніміз. Қазақтың жері біздің ата-бабамыздың жанымен, қанымен бізге аманат еткен асыл мұра. Біз қазақстандықтар бір үйдің баласындаймыз. Олай болса не себепті біз үйімізді таза ұстай алмаймыз? Қала, ауыл келбетіне мән береміз де, оның экологиялық жағдайын ұмытып кетеміз. Тазалық табалдырықтан басталады дегендей, экология мәселесі біз үшін алдыңғы орында болу керек. Менің сүйікті қалам Тараз. Мен тұратын Жамбыл ауданы мен Тараздың арасы 15 км шақырым. Тараз жасыл желекті, сұлу қала. Оны лас ететіндер біз адамдар және алпауыт қалаға орналасқан зауыттар. Тараз қаласында 90 мыңнан астам адамдар көлікпен жүргендіктен қалада баланс жоқ. Нәтижесінде ауадағы азот оксиді мен көмірқышқыл газының мөлшері артып, адам денсаулығына кері әсерін тигізді. Егер экологияны бұзатындар тізімін жасасақ, автокөліктер, жылу электр орталықтары, фосфор, гипс өндіретін зауыттар, өнеркәсіп орындары, газ тартылмаған жер үйлерде жатар еді. Экологияны жақсарту мақсатында мен мынадай ұсыныстар айтар едім. Қалдықтарды өртемеңіз, одан шығатын түтін денсаулығыңызға зиян. Адамдар отын жағудың басқа жолдарын тапса, бұл қоршаған ортаны ластауды азайтады. Қоқысты лақтырған жағдайда үлкен айыппұл төлету. Ауылдық елді мекендердің 40% аумағын бүкіл ел пайдаланатын және қоршауға алынған жасыл желектер қоршап жатуы және арнаулы мақсаттағы орындар болуы керек. Менің ауылым кішкентай болғанымен маған өте ыстық. Ауылымның аты Шайдана. Ауылымыз Сеңгірбай көлмен танымал. Көлде карас, жылан балық, шортан, сазан балықтарын, торғай, сауысқан, бірғазан, тырна, қырғауыл құстарын кездестіруге болады. Жазғы демалыста көлді жағалап суға түсеміз. Суды ластамау керектігін анамыз әрдайым айтып отырады. Әдемі бой көтерген мектебіміз, мәдениет үйі, кітапхана ғимараттары бар. Сазды топырақты жерімізде жоңышқа, кекіре, адыраспан, жусан, селеу, қамыс өседі. Қазіргі уақытта мал және құс шаруашылықтарының кешендері ауылдық жерде атмосфералық ауаны, топырақ, су көздерін ластауда. Қазіргі таңда ауылымда мал шаруашылық кешендерінің үйлерден біршама қашық жерлерде салу шарасы жүргізіліп, сұйық және қатты қалдықтарды жинау мен шығару механизациясының көмегімен көң жиналатын орындарға тасымалданады. Біздер болашақ ұрпақ жеріміздің байлықтарын қорғап, сақтап қалуымыз керек. Табиғатты аялау бәріміздің міндетіміз. Мен ауылымның болашақта одан әрі гүлденіп, табиғатымыздың жайнап өркендеуін тілеймін. Қорыта келе мен өз аймағымыздағы және жалпы планетамыздағы жинақталған жойқын өзгерістерді назардан тыс қалдырмайық дер едім. Экологиялық жағдай облыстың әрбір тұрғынына байланысты деп есептеймін. Аудан аумағындағы ыңғайлы болуы үшін барлығымыз өз көшемізде, ауылымызды игі істер жасап, шағын отанымызды тазалығын қамқорлық жасайық. Біздің денсаулығымыз бен болашағымыз өз қолымызда.